Сәлем достар, бүгін Алюканың сүйікті тәттісі балмұздақты саламыз. Балмұздақтың вафлиін саламыз, қоңыр түсті ғып, конус тәріздес. Екінші вафлиін саламыз. Шын жақсылап бұяймыз. Буяймыз. Қара қоңыр түспен үстінен бояп шығамыз. Сендер қандай балмұздақты жақсы көресіңдер, балалар? Алёка бананды балмұздақты жақсы көрем дейді. Бананды балмұздақ салу үшін сары түсті аламыз. Сары бояумен бананды балмұздақ бояймыз. Біреуін салып бітірдік. Енді екінші жағын саламыз. Екі бірдей бананды балмұздақ. Енді үстіне қызыл түсті алып, таңқурай балмұздағын салайық. Таңқурай малиновый. Енді қара жидекті балмұздақты салайық күлгін түспен. Енді екінші балмұздағымызды жасыл түсті алып, пісте балмұздағын салайық. Пісте дегеніміз бізде фисташковый мороженое дейді. Пісте балмұздағын саламыз. Тағы да кішкене жасыл түсті алып үстіне саламыз. Қою ғып салайық. Бояуды көбірек алайық. Қоңыр түсті алып, қоңыр бояуды, шоколадты балмұздақты салайық. Кім жақсы көреді шоколадты балмұздақты? Мінеки, екі балмұздағымыз дайын болды.